Кайырлы күн, татулықты ту еткен бірлігі мақты қазақ елі. Мен Түркістан облысы Төле би ауданына қарасты нөмір 7-ші IT мектеп лицейінің көп балалы ата-аналарының бірімін. Құрметті ата-аналар, ел ертеңі жастар үшін бүгінгі күні бар жағдай мемлекетіміз тарапынан жасалуда. Енді сіз бен біздің бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, ол қызымыздың қашықтықтан білім алуы мен ұлттық құндылықтар негізінде тәрбие алуында ұстаздарды қолдайық. Отбасымыздағы әр баламыздың үйде білім алу кезінде ұстаз еңбегінің қаншалықты ауыр екенін түсіне түстік. Қашықтықтан оқыту басталғалы ата-аналар тарапынан сыни пікірлердің айтылып жатқанынан да хабардармыз. Мен осы ата-аналарға көзіміздің қарашығы ол қызымыздың осы сәтте үйде, көз алдымызда білім алу жолында әр ісін көрегенділікпен, біліктілікпен жоспарлаған білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовке және барша білім саласы қызметкерлері мен ұстаздарға уақытпен санаспай, күн-түн демей атқарып жатқан еңбектеріне рахмет айтуымыз керек дер едім. Әр істі өз маманы жасасын дегенде-ақ, бір күндігін ойлаған халық бидай егеді, 100 күндігін ойлаған халық ағаш егеді, 1000 күндігін ойлаған халық саналы ұрпақ тәрбиелейді деген халық даналығының ізін жалғап, қашықтықтан білім алу жолында оқушыға білім беру жұмыстарының оңтайлы жолдарын қарастырып, еңбек етіп отырған барша ұлағат ұстаздарға алғысымыз шексіз. Ұстаз, оқушы, ата-ана, біз біргеміз, біз үйдеміз.